Қазақстан Республикасы үкіметі айқындайтын өңірлерде қандастар мен қоныс аударушыларды оңтайлы қоныстандыру мақсатында жыл сайын өңірлік қабылдау квотасы белгіленеді. 2026 жылы ол 8278 адаммен бекітілді және келесідей бөлінді. Қандастар үшін Павлодар облысы 977 адам, Ақмола облысы 285 адам, Абай облысы 264 адам, Шығыс Қазақстан облысы 200 адам, Солтүстік Қазақстан облысы 200 адам, Қостанай облысы 200 адам, Атырау облысы 125 адам, Батыс Қазақстан облысы 30 адам. Қоныс аударушылар үшін Солтүстік Қазақстан облысы 2820 адам, Павлодар облысы 1655 адам, Шығыс Қазақстан облысы 600 адам, Қостанай облысы 485 адам, Абай облысы 275 адам, Ұлытау облысы 125 адам, Қарағанды облысы 37 адам. Қандастар мен қоныс аударушыларды қабылдаудың өңірлік квотасына енгізілген адамдарға мемлекеттік қолдау шарасы көрсетілетін болады. Атап айтқанда, көшуге субсидиялар, отбасының әрбір мүшесіне 70 айлық есептік көрсеткіш бойынша бір жылғы төлем, 12 ай ішінде бір отбасына 15-тен 30 айлық есептік көрсеткішке дейін төленетін тұрғын үйді жалдау және жалға алу және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстарды жабу үшін субсидиялар. 400 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде қоныс аударуға жәрдем көрсететін жұмыс берушілер үшін субсидиялар. Қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға жолдама, жұмысқа орналасуға немесе кәсіпкерлік бастаманы дамытуға жәрдемдесу, тұрғын үй сатып алуға экономикалық мобильділік сертификаттарын беру. 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап сертификаттың мөлшері артып 1625 айлық есептік көрсеткішті құрады.